Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем. Аннямасайо 여러분. Бүгінгі видеомда мен корей мәдениетіндегі ең қатты ұнайтын нәрселер қандай екенін айтатын боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Маған Кореяның мәдениетіндегі ең қатты ұнайтын нәрсе ол Кореяның драмаларындағы әндері. Кореяның мәдениеті туралы ең алғаш Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетілген Кореяның Жұмың атты телехикаясынан осы Кореяның мәдениетімен таныстым. Содан бері маған Кореяның мәдениеті, тарихы, салт дәстүрлері, әдет ғұрпы, жалпы ұлт ретіндегі әдемі келбеті ұнай бастады. Сол кезден бастап Кореяның музыкаларын ұната бастадым. Яғни Жұмың телехикаясы арқылы кәрістің музыкасымен таныстым. Осы уақытқа дейін көптеген Кореяның драмаларын көрдім. Дорама деп те айтсақ болады. Бүгінгі видеомда мен сіздерге өзімнің көрген екі драмадағы ең қатты ұнаған әнін айтатын боламын. Ең бірінші орындайтын әнім ол Қазақстанда көрсетілген Бөлікші деген драманың әні. Әннің атауы Саңсахва. Екінші орындайтын әнім іскерлік ұсыныс драмасының әні Love Maybe әні. 사랑이 왜 이리 고된가요? 이게 맞는가요? 나만 이런가요? 고운 얼굴 한 번 못 보고서 이리 보낼 순 없는데 사랑이 왜 이리 아픈가요? 이게 맞는가요? 나만 이런가요? 하얀 손 한 번을 못 잡고서 이리 보낼 순 없는데 다시 돌아올 수 없는 그 험한 길 위에 어찌하다 오르셨소. 내가 가야만 했었던 그 험한 길 위에 그대가 왜 오르셨소. 기다리던 봄이 오고 있는데 이리 나를 떠나오. 긴긴 겨울이 모두 지났는데 왜 나를 떠나가오. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 것
너의 행동에 설레요 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 아무래도 사랑인가 봐. Бүгінгі видеом қызықты және өте әсерлі болды деп ойлаймын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.